Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі біздің 11-ші дәрісімізге қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге Хумаза сүресін талдап үйренетін боламыз. Ал дәрісімізді бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз міндетті түрде. Бисмилла, олай болса бүгінгі дәрісімізді бастаймыз. А'удhu billahi minаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Бірінші хумазаның аятында мына жерде уайлун деп тұр, негізі тәнвин тұр. Бірақ тәнвиннен кейін ләм келгендіктен тәнвиннің насын біз ләм әріпіне өзгертеміз. Сонда оқыған кезде уайлулли кулли болады. Яғни бұл жерде бізде идғам ережесі бар, және де биғойри ғунна, ғуннасыз оқылады. Ғунна дегеніміз мұрынмен ыңылдау, яғни бұл жерде ғуннасыз болғандықтан мұрынмен ұстамаймыз, ләмнің өзін анық шығарамыз. Уайлулли кулли, екі ләмді шығарамыз. Уайлулли кулли хумазатил. Мына жерде тура осы идғам ережесі. Негізі мына жерде хумазатин деп тұр. Алайда тәнвиннен кейін ләм келіп тұрғандықтан идғам әріпі тәнвиннің нысын ләмға ауыстырамыз. Яғни кіргіземіз. Оқыған кезде хумазатил лумаза. Және мына соңында бізде негізі жабықты тұр. Бұл жерде тоқтайтын болғандықтан біз тыны әрпіне өзгертеміз. Яғни хумазатил лумаза деп тоқтаймыз. Міне осы ғын айтқан кезде көп адамда ха шығып кетіп жатады. Бұл ха тамақтың соңғы бөлігінен ха өте жеңіл шығатын әріп. Осын ха деп шығаруымыз керек. Ал енді аятты толық тағы бір оқып көрейік. Уайлулли кулли хумазатил лумаза. Екінші аят. Әлләзи. Мына жерде мәд табиғи екке созамыз. Әлләзи жама'a малан ва аддада. Әлләзи екке созамыз. Жама'a. Мына жерде мә екке созамыз. Мәлән негізі тәнвин. Тәнвиннен кейін вау идғам әрпі келіп тұр мұнда да. Идғам әрпі және бұл биғунна, ғуннамен оқылады. Яғни дыбысты мұрыннан шығарамыз. Осы жерде көп адам жіберетін қателігі идғамды вауға айналдырған кезде мәләу деп ерінді шошайтып алдыға шығарып, демді сыртқа шығарып жатады ерінменен. Олай емес, керісінше біз демді ауыздан кіргіземіз да мұрыннан шығарамыз. Сонда ерін шошаймайды. Мәләу, мұрынмен екі харакат мөлшерінде ыңылдап ұстаймыз. Яғни бұл ғуннамен оқылады. Мәләу ва аддада. Оқыған кезде, тоқтаған кезде соңындағы мынау созыл белгісі оқылмайды, хәнін өзімен тоқтаймыз. Аддада. Енді аятты оқимыз қайтадан. Әлләзи жама'a малан ва аддада. Келесі аят. Яхсабу анна малаху ахлада. Мына мен сіздерге үйретіп жатқандықтан әр сөзде тоқтап жатырмын. Негізінен аяттың кез келген жерінде тоқтай беруге болмайды. Түсінікті ғой, Енді оқып үйренеміз. Яхсабу анна. Нон бізде шадамен келгендіктен мұрынмен ғуннамен ұстаймыз. Анна мә екке созамыз. Лаху. Мына жерде ха жұрнағынан кейін бізде хамза келіп тұрғандықтан мына жерде хәнің харакатын төртке созастар. Мә лаху ахлада. Хоны шығарамыз, Х. Ахлада. Аятты бір рет оқиық.
يحسب أن ماله أخلده. келесі аят كلا яғни мына жерде кәллә ләм алиф тұр. Ләм алифтің соңғысы бізде алиф. Алифтің үстінде ешне харакат жоқ, немесе сукун себеп жоқ, сол себептен ләмнің харакатын екіге созуға көмектеседі. Кәллә деп екіге созасыздар. Ләюмбәдәннә. Мына жерде сукунды нун тұр бізде, одан кейін бәріпі келіп тұр. Бұл бізде иқлаб ережесі. Яғни, мынаны көріп тұрсыздар ма? Аяғы ұзын мим тұр. Бұл деген сөз сіздерге мына сукунды нунды мим әрпіне ауыстырып оқы деп жатқан белгісі. Яғни оқыған кезде ләюм мығыласыздар, және де ғұннамен мұрмен ұстайсыздар. Ләюмбәдәннә. Нун шәддамен кеп тұр, бұны да ғұннамен ұстаймыз. Ләюмбәдәннә. Фил ләмға түсеміз. Фил, мына жерде ләмді сукунмен ұстаймыз, ләмді бірақ тербетпейміз. Фил ләмді анық айтамыз, Фил хутоме. Аятты толық оқимыз. Кәллә ләюмбәдәннә фил хутоме. келесі аят وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. وَمَا төртке созамыз. Бұл жерде бізде мәді мұнфасыл, яғни мына жерде мәд әріпі келіп тұр, одан кейін хамза келіп тұр. Екеуі екі сөзде. Екеуі екі сөзде келетін болса, бұл мұнфасыл болады. وَمَا أَدْرَاكَ. Ра екіге созамыз. أَدْرَاكَ мәл ләмға қосамыз. Хутоме. Аятты бір рет оқимыз. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. келесі аят наруллахил муқада. Нә екіге созамыз. Руллахи. Мына жерде Аллах сөзін жуан оқып жатырмыз, Руллахи деп. Неге? Өйткені Алла сөзінің алдыңғы әріпі бізде дамамен келіп тұр, сол себептен. Наруллахил муқада. Енді келесі аят әлләти тәттолиғу. Енді осы жерде тәттолиғуды айтқан кезде көп адамдар мына тоны жуандатамыз дейді де. Мына тәні енді осы жерде көп адамдар тәттолиғуды айтатын кезде мына жерде тоны жуандатамыз дейді, тәні жуандатып жібереді. Осы қате болады. Яғни тәні жіңішке күйінде айтамыз, тоны жуандатамыз. Тәттолиғу аләл әфиде. Аләл әфиде болады. Одан кейінгі аятта мына жерде аләл ләмға түсеміз, әфиде бөлек оқимыз. Яғни соңында мына жерде т бізде тәмәр бұтты, яғни т ғға айналады. Әфиде. Келесі аятта иннәһә. Мұрмен ұстаймыз, екіге созамыз. Иннәһә алайхим. Мына жерде мим бізде шәддамен келіп тұр, сондықтан мұрмен ғұнналап ұстаймыз. Екі харакат мөлшерде. Иннәһә алайхим мұсода. Алайхимді көп адам айтқан кезде ләмді емен айтып жібереді, алейхим деп. Бұл қате, әмен айтасыздар. Алайхим мұсода. Енді соңғы аят фи амадим мумаддада. Фи амадин деп негізі тәнвин келіп тұр, бірақ тәнвин кейін идғам әрпі мим келгендіктен біз тәнвиннің ысын мыға өзгертеміз. Сонда оқыған кезде фи амадим мумаддада. Және де мына жерде тәмәр бұттамен бітеміз.
Ал енді толық аятты бірге оқып шығайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вайлун ликулли хумазатил лумазah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. осымен бүгінгі біздің 11-ші дәрісіміз бітті. Алла тағала сіздерге пайдалы ілімнен етсін. Келесі дәрісімізде кездескенге дейін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.